Бесігіні. Ассаламу алейкум. Армысыздар ағайын. Алдарыңызда шипагер жұмадан жарқынды күні. Алла тағала баршаңызға бүгінгі күннің берекетін берсін. Бүгін өздеріңізге табиғи шөп дәрілерден дайындалған бір рецепт таныстырғым келіп отыр. Бұл бізде ем қабылдаған науқастың шөп дәрілерге тапсырысы. Бауырдағы қатерлі ісік, яғни бауыр рагын емдеуге арналған шөп дәрілер. Бұл рецепттің құрамында қарабас шөп, жусан, қарағай саңырау құлағы, аққұлды жыланкүл шөбі, пинелия шөбі, кербезгүл, ақшұғынық, дала жалбыз, мудан қабығы, бар сырғақ шөбі, бояныш, күн туды, ақтаспа, аю балдырған, жаужұмыр, алақат сынды 16-17 түрге жуық таза табиғи шөп дәрілер қамтылған. Бұл шөп дәрілердің қасиеті болса, адам ағзасындағы оң энергияны күшейтіп, қуатты толықтыру, бауырдағы қанды толықтыру, демді толықтыру, қанды жандандырып, ұйығанды тарату, ыстықты қайтарып, уытты кетіру, қабынуды басу, ісінгенді тарату, қан тамырдың керілу қабілетін көтеру, нәтижесінде қан айналымын тездету, ағзалардың төменгі соңғы бөлігіндегі микроқан айналымды жақсарту, ағзаның иммунитет жүйесінің қызметін жандандыру, иммунитеттік қабілетпен ракты тудыратын фактор арасындағы биохимиялық байланысты ретке салу, ұйығанды таратып меридиандарды ашу, ісінгенді жұмсартып, ісікті кетіру, уды қуу, уды тазалау. Сол арқылы рак клеткаларының өсуін тізгіндеп, денедегі рактың өспенің өсуін тоқтату. Солай қарай соңында ішкі ағзалардағы нерв жүйесінің қызметін қалыпқа келтіру арқылы сол қатерлі ісікті тізгіндеп, адам ағзасының жалпы жұмысының жақсаруына, аурудан айығуына себеп болады, Құдай қаласа. Ағайын, Алла тағала ем қабылдаған барша науқастарға толық шипасын берсін. Ауырмаңыз ағайын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.